Барлықтарыңызға сәлем. Салмақ тастау кезінде ПП жаркояны қалай дайындаймын? Бүгін рецептімен бөлісетін боламын. Ешқандай майға қуырмай, боқтырып пісіретін боламыз. Бізге ең алдымен осындай майлы емес, постный ет керек болады. Оны өзіміздің ыңғайымызға қарай 4 бұрыштап турап аламыз. Жаркояға қосатын барлық көкөністерді турап аламыз. Олар картошка, морковь, сарымсақ, пияз, одан кейін тәтті бұрыш. Барлық ингредиенттерімізді турап дайындап алдық. Енді плитаны орташа отта қыздырып, осылай ыдысымызды қоямыз. Мен осындай кастрөлге дайындайтын боламын. Ыдысымыз орташа отта қызғаннан кейін, осылай ең алдымен етті саламыз. Етті салғаннан кейін араластырып, бетін жауып, кішкене боқтырып қоямыз. Сол кезде еттің өзінің суы шығатын болады. Ет 10-15 минут боқтырылғаннан кейін өзінің суы шығып бастайды. Сол кезде дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка және жаркояға арналған приправаны қостым. Одан кейін сарымсақты салып, барлығын жақсылап араластырып, тағы да 10-15 минуттай боқтырамыз. Ары қарай көкөністерді саламыз. Картошка, морковь және тәтті бұрышты қостым. 2 ас қасықтай томат пастасын қосып, барлығын жақсылап араластырып алдым. Томат пастасын салғаннан кейін 10 минуттай бетін жауып боқтырып алдым. Ары қарай 1 стакан су құйып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, орташа отта 30 минуттай боқтыратын боламыз. Туралған ет, картошка артық қалмасын деп барлығын сала салған едім. Менің кастрөлім кішкентай болып қалған сияқты. Бірақ соған қарамастан менің тамағым төгілмей, жақсы пісіп шықты. Біздің тамағымыз дайын болды. Ешқандай майға қуырылмаса да, еті өте жұмсақ, әрі сочный ПП жаркоя дайын болды. Егер рецептім ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен оңай әрі қолжетімді ПП рецепттермен бөлісемін.